Біріккен Араб Әмірлігі. Біріккен Араб Әмірлігі десе, ойымызға бірден Дубайда жүргеніміз, көлге түскеніміз, бір бай елде қыдырғанымыз түседі. Бірақ Біріккен Араб Әмірлігі шын мәнінде қандай? Біріккен Араб Әмірлігі шөлден қалай керемет зәулім қалаға айналды? Біріккен Араб Әмірлігі тек мұнай ел деп ойлайсыз ба? Біріккен Араб Әмірлігі ақшаны қайдан табады? Деген секілді сұрақтарға жауап беретін боламын. Ал сіздер арнаға тіркеліп лайк басып отырыңыз. Бұл мен үшін үлкен қолдау. Ал сіздер үшін 1 секунд тығыз. Біріккен Араб Әмірлігі солтүстік шығыстағы Арабия түбегінде орналасқан мемлекет. Ол Катармен, Сауд Арабиясымен, Оманмен шектеседі. Біріккен Араб Әмірлігі ол 7 араб мемлекетінен құралған. Олардың ең әйгілері Дубай және Абу-Даби. Жер көлемі 83.600 км шақырымды құрайды. Ал халық саны 9 миллион. Тұрғындарының 96%-ға жуығы мұсылмандар. Астанасы Абу-Даби. Ұлттық ақшасы дирхам. Шамамен 1 дирхам 132 теңгені құрайды. Ұлттық тілі араб тілі. Бірақ қазіргі таңда ағылшын тілде дамып келе жатыр. Ежелгі дәуірде Біріккен Араб Әмірлігі аумағында адам қоныстар біздің заманымыздан бұрын 3000 жыл бұрын табылды. Бұл кездегі тайпалар мал шаруашылығымен, егіншілікпен және теңіз саудасымен айналысқан. Ал 7-ші ғасырдан бастап елге ислам дінінің келуімен аймақтағы тайпалар жаңа дінді қабылдап, экономикалық дамуды бастады. Осыдан кейін Біріккен Араб Әмірлігі Азия мен Еуропаны байланыстыратын маңызды сауда жолына айналды. Біз білетін ірі Шарджа, Дубай сияқты қалалар осы уақытта қаланған. Ал 19-шы ғасырдан бастап Біріккен Араб Әмірлігі Британ империясының бақылауына өтті. Ағылшындар теңіз жолдары бойындағы қауіпсіздікті қамтамасыз етіп, жергілікті билеушілермен келісімдерге қол қойды. 1971 жылы 2 желтоқсанда 7 әмірлік Абу-Даби, Дубай, Шарджа, Аджман, Кувейн, Фуджейра және Рас-аль-Хайма бірігіп Біріккен Араб Әмірлігін құрады. Тұңғыш президент мемлекет құруда басты рөл атқарған Шейх Заид бен Сұлтан Әл-Нахаян болды. Ал 1970 жылдардың басынан бастап Біріккен Араб Әмірлігі мұнай мен газ есебінен қарқынды экономикалық дамуды бастан өтті. Ел қаржы және туристік орталыққа айналып, әлемдегі ең қарқынды дамып келе жатырған аймақтардың біріне айналды. Дубай және Абу-Даби сияқты заманауи қалалар зәулім ғимараттармен, сәнді қонақ үйлермен танымал. Сонымен қатар Біріккен Араб Әмірлігі өзінің алуан түрлі және ерекше табиғатымен танымал. Мұнда шөлдер, таулар, оазистер және жағалаулар бар. Біріккен Араб Әмірлігінің басым бөлігі шөл, ал олардың ішіндегі ең танымалы Бева шөлі. Бұл шөл аумақтың едәуір бөлігін алып жатыр және биіктігі 250 метрге жететін биік құм төбелерімен танымал. Біріккен Араб Әмірлігінде шөлді жағдайларға бейімделген флора мен фауна бар. Олар су тапшылығы мен жоғары температураға бейімделген. Біріккен Араб Әмірлігінде араб бөкені және кесірткелердің алуан түрлері кездеседі. Ал тауларға келер болсақ, шығысында Оманға дейін созылып жатқан Хаджар таулары орналасқан. Бұл тау теңіз деңгейінен 3000 метр биіктікте орналасқан және Хаджар тауларына тұщы судың маңызды көздері бар. Бұл жергілікті тұрғындарды сумен қамтиды. Сонымен қатар Біріккен Араб Әмірлігінде Әл-Аян сияқты оазистер бар. Бұл жасыл аумақтар өсімдіктер мен жануарлардың әр түрлеріне, сондай-ақ маңызды ауыл шаруашылық орталықтарға пана болды. Оазистер жергілікті халықтың жаңа піскен жемістер мен көкөністермен қамтамасыз етеді. Сонымен қатар көптеген құстар мен жәндіктер мекендейді. Мұнда жағалау мен теңіздер де бар. Онда әртүрлі балықтар, ұлулар және басқа да теңіз ағзалары тіршілік етеді. Біріккен Араб Әмірлігі әлемдегі ең жылдам дамып келе жатырған экономикалардың бірі болып табылады. 1971 жылы біріккеннен бері ел экономиканың әртүрлі саласында айтарлықтай жетістіктерге жетіп, оны маңызды әлемдік қаржы орталыққа айналды. Біріккен Араб Әмірлігінің экономикасының негізі болып, мұнай мен газ есептеледі. Бұл ел экспорттан айтарлықтай кірісті қамтамасыз ететін. Мұнайдың негізі ретінде Абу-Даби саналады. Бірақ қазіргі таңда Біріккен Араб Әмірлігі мұнайға тәуелділігін азайту үшін көптеген банктер, инвестициялық компаниялар және Дубай халықаралық қаржы орталығын салуда. Сонымен қатар туризм Біріккен Араб Әмірлігінің экономикасының негіздерінің бірі болып табылады. Бұл ел өзінің заманауи курорттары, мәдени аттракциондары және Дубай шопинг фестивалі сияқты бірегей іс-шаралардың арқасында миллиондаған туристерді тартады. Біріккен Араб Әмірлігі өзінің дамыған инфрақұрылымымен танымал. Ел заманауи әуежайлар, порттар мен көлік желілерін салуға қомақты қаржы жұмсады. Мысалы, Дубай халықаралық әуежайы әлемдегі ең көп жұмыс істейтін әуежайлардың бірі. Ал Джебел Али порты ең үлкен жасанды порт болып саналады. Біріккен Араб Әмірлігінің мәдениеті ғасырлар бойы қалыптасқан. Араб мәдениетінің негізі болып, қонақжайлық жатады.
қонақжайлық араб дәстүрінің маңызды бөлігі болып саналады. Олар қонақтарға жомарттықпен қарсы алады, оларға кофе мен құрма ұсынады. Әр елдің өз ұлттық биі бар. Сол секілді арабтардың ұлттық биі болып әл-айяла дәстүрлі биі жатады. Сондай-ақ мерекелер мен отбасылық жиындарда жиі орындалатын музыкалық әндер де бар. Ислам діні Біріккен Араб Әмірлігі өмірінде маңызды рөл атқарады және мәдениеттің көптеген бөлігі, соның ішінде әдет-ғұрыптарға, мерекелер мен заңдарға әсер етеді. Рамазан мен ораза айт сияқты ислам негізгі мерекелері үлкен құрметпен тойланады. Бұл уақытта ораза, намаз, садақа жасалады. Біріккен Араб Әмірлігі үшін өнер саласы да маңызды. Елде Абу-Даби халықаралық өнер көрмелері және мәдениетті біріктіретін Лувр Абу-Даби сияқты мұражайлар бар. Дәстүрлі киім Біріккен Араб Әмірлігі мәдениетінде де маңызды орын алады. Ерлер кандура киеді, ал әйелдер кесте және ою-өрнектермен безендірілген абайка киеді. Бұл киімдер аймақтың мәдени және климаттық ерекшеліктерін көрсетеді. Осының бәрі Біріккен Араб Әмірлігінің тарихы мен мәдениет терең екендігін көрсетеді. Олар тек мұнайға тәуелді болмай, сауда, туризм дамытуда. Осылай алғанда Біріккен Араб Әмірлігі болашақта ірі елдердің біріне айналады деген ойдамыз. Ал осылайша біздің бүгінгі видеомыз өз мәресіне жетті. Бүгінгі видео қызықты болса және еңбекті бағалап, лайк басып тіркеліп кетіңіз. Бұл мен үшін үлкен көмек. Ал сіздер үшін тек қана 1 секунд тұрғыз. Ендеше келесіде жолыққанша.